Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ішіне күріш салып пісіретін өте дәмді әрі жұмсақ пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге малдың өкпе, бауыр және жүрегі керек болады. Мен барлығынан кішкене бөліктен қостым. Бұл жерде бауырды аз мөлшерде, ал өкпені көп мөлшерде қоссаңыздар, сіздердің пирожкилеріңіз өте дәмді болады. Барлығын дерлік ыдысымызға салып алып, үстінен 1 шай қасық толы тұзды қосып, жақсылап араластырып, суымыз бір қайнап шыққаннан кейін көбігін алып, оттың астын баяу қойып, өкпемен бүйрегі піскенше 40 минутқа қалдырдым. Одан кейін бауырды осылай бөліп салып, 10 минутқа тағы бауыр піскенше қалдыратын боламыз. Енді қамырын илеп дайындап аламыз. Ол үшін 200 грамм судың үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант қосамыз. Содан соң 2 ас қасық толы сұйық майды қосып, қантымен тұз ерігенше кішкене араластырып, оның үстінен ашытқымызды қосамыз. Кішкене араластырып болғаннан кейін еліктен өтіп дайын тұрған ұнымызды қосып, қолымызбен орташа тығыздықтағы қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін соңында үстелімнің үстіне қамырымды алып, жақсылап осылай қолмен илейтін боламын. Сол кезде біздің қамырымыздың иі жақсы қанады және қамырымыз өте әдемі болып шығатын болады. Одан соң бетін жауып, жылы жерге жарты сағат, 1 сағат уақытқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Өкпе, бауыр, бүйрегіміз пісіп шыққаннан кейін осындай өзімізге ұнамаған қатты жерлерін алып тастайтын боламыз. Ол жерлерін турап қосатын болсақ, қазір пирожкилеріміздің арасында қатты болып қалатын болады. Сондықтан қатты жерлерін алып тастағанымыз дұрыс. Одан соң салмасына осындай күрішті қосамын. Күрішті тазалап жуып, үстіне су құйып пісіріп аламын. Қазанымызға майды құйып, кішкене майымыз қызғаннан кейін пиязды салып, кішкене сарғайтып қуырып аламыз. Одан кейін мен өкпе, бауыр, бүйректі осылай қолмен ұсақ етіп турап қостым. Осы еттердің барлығын ет татқыштан өткізсеңіз де болады. Мен ұсақ етіп турап, пияздың үстінен қосып, осылардың барлығын жақсылап қуырдым. Үстінен 1 тісше чеснокты ұсақтап турап қосып жібердім. Бұл өз қалауларыңызға байланысты. Осы орайда дәмін көріп, тұзын немесе қара бұрыш, өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Үстінен жаңағы өкпе, бауырымыз піскен судан 2 ожау қостым. Осылай жасасаңыздар, сіздердің пирожкилеріңіз сочный болып пісетін болады. Осының үстінен таза пісіп шыққан күрішті қосып, жақсылап салмамызды араластырып аламыз. Осы кезде оттың асты өте баяу болып тұру керек. Күрішті салып араластырып болғаннан кейін қазанымыздың бетін жауып, оттың астын өшіріп 10 минутқа бұқтыруға қалдырамыз. Осы орайда біздің қамырымызды ашып қалады. Енді қамырды үстеліміздің үстіне алып, қамырды кішкентай бөліктерге бөліп шығамын. Мен шамамен 40 граммдай етіп, әрбір қамырды бөліп шықтым. Таразы болса, таразының көмегімен барлығын бір кетіп бөлсеңіздер болады. Мен көз мөлшермен барлығын бөліп алдым. Бөлінген қамырлардың барлығын дерлік осылай дөңгелектеп шығамыз. Одан кейін 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан кейін біздің қамырымыз кішкене жұмсарып қалатын болады. Осылай жұмсарғаннан кейін қолмен кішкене жайып жіберіп, тура видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, аузын жақсылап бекітіп шығамыз. Ішіндегі біздің салмамыз қазір қуыру барысында майға шығып кетпеу керек. Одан соң екі жағын осылай қысып қойсақ, өте көрінісі әдемі болады. Бұл пирожкидің ерекшелігі сыртында қамыры өте жұқа болады. Ішіне салмасын толтырып саламыз. Одан соң қуырған кезде біздің пирожкилеріміздің сырты қытырлап тұрады. Бұл пирожкилеріміздің де ерекшелігі осында. Достар, сонымен қатар менің каналымда пирожкилердің, самсалардың, неше түрлі десерттердің жасалу жолының басқа түрлері де бар. Сонымен қатар ыстық тағамдардың, сусындардың, түрлі десерттердің түрін таба аласыздар. Астыдағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын болды. Енді майды қазанымызға құйып, майымыз қызғаннан кейін пирожкилерді салып осылай пісіріп аламыз. Пісіру барысында видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, барлық жерін үздіксіз осылай айналдыра отырып пісіретін болсақ, сол кезде біздің пирожкилеріңіз өздеріңіз көріп отырғандай үрленіп пісетін болады. Бастапқы кезде сырты өте қытырлақ болады, кішкене суый бастаған кезде өте жұмсақ пирожки болып шығады.
Барлығын дәл осылай пісіріп алдым. Достар, сіздерде дәл осы рецептпен пісіретін болсаңыздар, тіптен өкпе бауыр жемейтін адамның өзі бұл пирожкидің дәмін татқанда сіздерден қайта пісірулеріңізді сұрайтын болады. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Бұл өзбек халқының ең атақты базарда сататын пирожкилері, аты гума деп аталады. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көріп отырғандарыңыздай іші де толығымен пісіп шығады.